Бәріне сәлем тапқыр достар. Білім көз арнасына қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода өте күлкілі сұрақтар болады. Және сіздер иә немесе жоқ деп жауап берулеріңіз керек. Барлығы 53 сұрақ болады. Дайын болсаңыз, мен бастаймын. Досыңды танымайтын адаммен шатастырып алған кезің болды ма? Иә, жоқ. Бір апта бойы жуынбаған кездерің болды ма? Иә, жоқ. Сен көп адамның көзінше құлап қалған кезің болды ма? Иә, жоқ. Мәңгілікке тәттіден бас тартар ма едің? Иә, жоқ. Ата-анаңызға маңызды нәрсе туралы өтірік айтқансыз ба? Иә, жоқ. Сен адамды өсектеген кездерің болды ма? Иә, жоқ. Сен бір партада отырған көршіңе ғашық болған кездерің болды ма? Иә, жоқ. Сенің мектепте ұйықтап қалған кездерің болды ма? Иә, жоқ. Мектептен қашқан кездерің болды ма? Иә, жоқ. Сіз ауаны ұрып боксировать еткен кезіңіз болды ма? Иә, жоқ. Компьютерде қазақша жазып жатқанда тілі ағылшынша болып кеткен кездер болды ма? Иә, жоқ. Мизинец сынды есіктің бұрышына соғып алған кездер болды ма? Иә, жоқ. Димаш Құдайбергенов сияқты айқайлайтын ба едің? Иә, жоқ. Киіміңді теріс киіп алып қыдыруға шығып кеткен кездерің болды ма? Иә, жоқ. Түшкіргің келіп отырып түшкіре алмай отқан кездерің болды ма? Иә, жоқ. Сабаққа дайындалып келгенде сенен сұрамаған кездер болды ма? Иә, жоқ. Сабаққа дайындалмай келгенде ең бірінші сенен сұраған кездер болды ма? Иә, жоқ. Маман сен табылмаған затты бірден тауып алған кез болды ма? Иә, жоқ. Сағыздың сыртын тастаудың орнына сағызды тастап жіберген кезің болды ма? Иә, жоқ. Сен қоғамдық жерде қатты жел шығарып жүрген кезің болды ма? Иә, жоқ. Ұйықтап бара жатқанда үлкен жерден құлап баратқандай сезім болды ма? Иә, жоқ. Дұрыс емес туалетке кіріп кеткен кездерің болды ма? Иә, жоқ. Кішкентай размерлі киім сатып алған кезің болды ма? Иә, жоқ. Кішкентай кезінде көрпе төсектерден үй жасағансың ба? Иә, жоқ. Сен саған снайпер атады деп ойлап басыңды бүгіп қалатын ба едің? Иә, жоқ. Оң мен солды шатастырып алған кездерің болды ма? Иә, жоқ. Телефонға қарап бара жатып бір затқа соғылғансың ба? Иә, жоқ. Сен қолында тұрған затты іздегенсің бе? Иә, жоқ. Туған күніне клоунды шақыратын ба едің? Иә, жоқ. Сен көшеде кездестірген жақын адамыңды танымай қалған кездер болды ма? Иә, жоқ. Сен түсіңді қызық жеріне оянып кетіп, сол жерді жалғастыру үшін ұйықтағансың ба? Иә, жоқ. Жыртық қалтаға ақша салған кездерің болды ма? Иә, жоқ. Түнімен бір масаны өлтіре алмаған кезіңіз болды ма? Иә,
жоқ. Саған өте қатты ұқсайтын адамды кездестіріп пе едің? Иә, жоқ. Шұлықты доп ретінде пайдаланған кезің болды ма? Иә, жоқ. Ұзақ кимеген киім ішінен ақша тапқан кезің болды ма? Иә, жоқ. Сен өте оңай есепті калькулятормен шығарғансың ба? Иә, жоқ. Сен жыртық носкимен көшеге шығып кеткен кезің болды ма? Иә, жоқ. Сен шайға қант емес тұз салып жіберген кезің болды ма? Иә, жоқ. Сабақта апайды мама деп қалған кезің болды ма? Иә, жоқ. Сен бір нәрсе айтам деп айтатынды ұмытып қалған кезің болды ма? Иә, жоқ. Магазинге барып, маманың не алуға жібергенін ұмытып қалған кезің болды ма? Иә, жоқ. Сен носкиіңді көп жоғалтасың ба? Иә, жоқ. Футбол ойнап жатқанда доп көліктің астына кетіп қалған ба? Иә, жоқ. Түнгі 3-те сенде мотивация болып тренировка жасайсың ба? Иә, жоқ. Керек емес зат сатып алған кезің болды ма? Иә, жоқ. Сен будильникті 5 минутқа қойып 4 сағат ұйықтап кеткен кезің болды ма? Иә, жоқ. Тамақ ішу конкурсына қатысатын ба едің? Иә, жоқ. Сен жыл суға жуынған келгенде ыстық су ағып ашуланып кетесің бе? Иә, жоқ. Өзіңнің әзіліне күлесің бе? Иә, жоқ. Ағылшын тілін үйреніп көргенсің бе? Иә, жоқ. Космосқа ұшуды армандайсың ба? Иә, жоқ. Мектепте оқығың келмей, өтірік ауырып кетіп қалғансың ба? Иә, жоқ. Арнаға тіркелгенсің бе? Иә, жоқ. Жауабыңыз жоқ болса да арнаға тіркелуді ұмытпаңыз. Міне достар, видео да аяқталып қалды. Видео ұнаса арнаға тіркеліп, лайк басып қоңырау басуды ұмытпаңыздар. Комментарияға қанша сұраққа иә деп жауап бергеніңізді жазып кетіңіз. Сіздермен болған білім квиз, сау болыңыздар.